втроем давайте. За Сомколь святой. Расскажите свои впечатления. Ну, я вижу, это такое сказочное место, во-первых, сказочное. И во-вторых, я вижу сказочный сервис, который вот компания создала здесь. Я не ожидал. Я не ожидал. Начиная вот от входа, от приема, как встречаете, так радушно, прям с открытым сердцем. И вот такое отношение вообще очень редко встретить. Я во многих местах мира был, и в пятизвездных отелях. Но именно вот достойный сервис, очень высокий. Спасибо компания. Рахмат жигиттер. Барыңарга рахмат, эжелерге, карындаштарга рахмат. Чоң рахмат. На казахском расскажите чуть-чуть? Да, можно. Рахмет сіздерге. Мынандай таңғажайып жерлерге мен Сомкөл дегенге вот бізді Макс Тур алып келді. Бірінші рет келіп тұрмыз. Керемет жер, сөзім жоқ, просто таңғажайып. Содан кейін сіздерге келгеннен бері, мысалы, мен Алматыдан көп жерлермен салыстырамын ғой. Мынандай енді қазақша айтқанда, орысша айтқанда сервис дейді ғой. Сондай өте жоғары деңгейде екен. Даже анау алыстан келе жатқанда дәретханаларыңыздың өзі біздің кейбір Алматының үйлерінде ондай дәретхана жоқ шығар. Енді керемет, мынандай кең жерге осындай қарапайым ағаштардан осындай креслолар жасап, настолько все это креативно. И то, что вы шампанским встречаете, такая природа. Мынау Қырғыздың Сомкөлі дегенің мені прям таң қалдырды. Мынау айна сияқты, аспанның өзі. Қырғыздар бақыттысыңдар ғой. Рахмет, көп жасаңдар. Аттан келіп тұрмыз. Келіп тұрады. Бар айтамыз. Рахмат. Рахмат. Сіздерге рахмат. Рахмет, көп жасаңыздар. Вообще, Жақсы жасаңыздар. Душқа түшкіде болсам, кішкене ертерек айтып қойғыла. Рахмет. Намаз дегенде керемет екен. Açılған ғана қаппағы гүл көрсем оқшотып қойым өзіңі талайдың таңың дөніп жалжалым көрінгім келет көзің ойлығын ғана сырдың айта албай аптығып кетет жүрегім жақтырсаң боло жаңсасаң жалжалым қанша ғам етіп жүрем ей